Бәріне сәлем достар, сендермен бүгін мен жана сол. Бүгінгі видеода достар енді бізде квест на квесте деген бізде событие қазір болып жатыр ғой, соны барлықтарын білетін шығарсыңдар. Айтпақшы, мен испытанияны дұрыстап өте алмайатырмын достар, так что маған тимейттерге өтуге. Видеоны жалғастырайық достар. Бізде білесіңдер достар, квест на квесте болып жатыр, и бізде уже 8-ші күн достар. И бізде ультра ящик береді екен достар. Прикиньте, сендер албасаңдар комментарияға не түскен жаз кетіңдер, и каналға тіркеліңдер, тіркелмеген болсаңдар лайк басып қойыңдар достар. Ал біз бірге ашайық достар. Енді бұл 8 түскеннен кейін ба, по идее түсіп жатыр, шатаспасам. Подписчиктерім айтып жатыр бәрі 24 предмет достар. И бізде скен, блинги, что-то блингилер ғана түсіп жатыр достар бізге. И жанып тұр достар. Базар жоқ достар. Ванара Фрэнк достар, бізде мына мифический скиндердің бірі мощный. И тағы да бізде достар золотая Неко Бея достар. Менде ағы бар, и золотой болды достар. Негізінде пайдесіз ультра ящиктен 2 скин алдым деген негізі нормально нәрсе достар. И блингикті көтеріп алып, оған тағы бір скин аласам болады. Мінекей достар, бізде 2 скин бар. Бұл менің основной аккаунтым. Так. Енді бізде арғай не істесек болады. Басқа аккаунттарға кіріп ашамыз достар. Басқа аккаунттардан қазір не түсетімізге көретін боламыз. Так. Пайни арғар ештеңке жоқ. Бәсе білген мен. Осы значоктың арқасында бізде уже рекорды толады. Видео запистерден біз жетон алып аламыз. Кәне Фрэнктің скинін көрейік достар. Фрэнк Беядан көрейік, Беядан мысалы золотой Неко Бея. Не бізде достар. Фрэнк, Ванара Фрэнк. Негізі әдемі скин. Ұнады маған, базар жақтан қарандыш достар. Әдемі ғой, құйрығы бар ма, қалай өзі? Қолындағы несі ұнады маған, базар жоқ. Енді өзімнің келесі аккаунттарыма кіретін боламын, так что видеоның соңына дейін қараңдар. Ол аккаунттардан не түсетінін қазір бүгінгі видеода көретін боласыңдар достар. Енді бізде әрине, так, екінші аккаунтым бұл, маленький трофейный ящикті ашып алайық достар. Бізде пайди бұдан особо дым түсе қоймайды. Мәселен, енді қазір ультра ящиктен көреміз не түсетін. Маған негізі қызық болып тұршы, бұл нумский аккаунттарға негізі көп нәрсе түсу керек мен ойымша. Маған қараңдар достар, енді бізде 10 стардроп или 2 легендарный. Конечно, кредиттен басталып алайық, сосын 10 стардроп арға кете беретін блингиді алып алайық. Блингиді алып алайық. Так, иконка игрока. Получено. Енді аша берсек болады, по идее негізі. Так, бізде 10 стардроп тесіз ашып керек. Маған по идее қызық болмай тұр, негізі 10 стардроп шынына келгенде. Себебі және ультра ящик достар. Ультра ящик. Бонуста 2 легендар қатыр ғой, короче. Бұдан да легендар күтіс кетсе, негізі әдемі кетеді. Енді көреміз не түсетін, епик. Максимум по епикке дейін барады. Мифика жо. Болды достар, легендарный ташамыз уже. Мұнға ета алқап туғанда. Легендарный бізде өзін сила таны достар. Менде Поко 9 сила там, не бұл аккаунтта. Так, 2000 теңгені алып алып достар. Мен қазір байетстерді гаджет болса гаджеттерін алып, өзін силасы өзін силаларын аптем, зато маған түспейді олар. Бас істеп тұр, так. Мінекей достар, қазір көреміз. Қайсында бізде 9 сила. Так. Бізде қазір Дақта мысалы бір гаджеті пассивкіс жоқ екен. Пассивкісін алайық біреуін. И бізде гаджет достар. Гаджеттен последний немене? Последний рубеж, алып алдық, короче айтқанда бізде 3000 теңгедей кетті. Енді ящикті смело аша берсек болады. Қалғандарында пайда жоқ мен ойымша. Бізде пайда түсе қоймайды деп өз басым ойлап тұрмын достар. Енді бізде легендарный 2 стардроп и Пэмнің скины. Пэм. Финансистка Пэм, Бұл негізі скин негізі нормально, былай болады. Ультра ящик көптен күткен сәт достар. Ультра ящиктен бізде қазір керемет нәрсе түсу керек. 22. Пайди нұл аккаунттарға 31 бәлі предмет түсу керек етті, достар. Болмады, енді суперсал бізге қанша келдік, достар, комментарияға жаз кетіңдер. Ботаник Сквик, мен ойымша бұл 79 ба.
несквик ойнамалы көп болды скиндерінде өлең ғой даже достар. Қараңдаршы, негізі болмады, но аз нәрсе түсті. Мен ойлағаным вообще қате болды ғой, короче айтқанда. Мен ойыма қарсы жүрді осы Supercell. Енді мен өзімнің мықты аккаунтымда кірейін. Енді бұл аккаунтта да мен көп нәрселер ашпадым, шыны керек. И қазір осыны ашып тастауымыз керек достар. Маған қарасаңызшы, серия даже 2 рет тоқтап қалды, менде бағы жоқ. Аха, мінекей достар, бізде Лапини ящик сразу ашып тастайық, иә? Уже так. 1, 2, 20 бірақ предмет емес достар, но болмады. Вообще, жанбай тұр ғой достар. Ятай, жану, бәсе, и бізде Пайпердің лунной Пайпермай, я. Сол скині түсті достар. Бұл эпический скин, бұны жақсы білемін. И негізі нормально скин. Бұлай болады, бірақ скині тоқтап қалған болмады ше, негізі. Яқтап қалған бар енді сәл-пәл. Иконка игрока берді. Осымен пайде предмет бітті, міне. Бізде негізі бір жаман осы, бір баят түсі, сразу оның значоктар мен иконка игрокалары предметке самалып кетеді. Мыналарды алып алайық. 2000 монета. Тегін беріп атқан нәрселерді алып керек. Монетамен блинейімізді алып алдық. Так. Бізде мынақты скиндер бар екен достар. Но Султан Карлды алып алайын десем, бірақ кем жетпей тұр. Жарайды енді, ничего не страшно, но мы көп ойнамаймын мына аккаунтпен. Өзімнің не андай аз кубокты вообще дамымай қалған аккаунтының не түсетін қазір көреміз. Енді қызық болып тұр маған да. Мына аккаунтты достар, мына қандай скиндер бар. Негізі жынды аккаунт, бұл негізі түріне қарап баға бермеңдер, оның ішіндегі заттарына баға беремін достар. Енді өлтір ящик бізге 24 предмет достар, мыналар что-то маған издеваться етіп отыр Supercell. Я айтты ғой, өзім основной аккаунтына жестко нәрселер бердік деп. Какой скин? Desperado полком. Хорошо, достар. Уже бітіп қалды, біз прикиньте, тез ашып тастадық. Енді стардроптарды ашып тастау керек, енді обал оққамасын. Сразу легадан бастаған кеп тұр өз басым. Легендарды ашып тастайын, и бізде давайте. 1, 2... Клэнси, Клэнси достар. Пайды негізі болатын боец бұл. Мифический түскені негізі қуантарлық жағдай болады. Екіншісінде мынақ монета достар. Ятпақ бағаным бар. Енді жалпы бұлай ятпақ қалды мен ойымша. Давай. Енді осы сұрыпта пайды күтетін нәрсе болу керек. Мен ойымша ше, мошын маған дайындап қойған ше. Артынан жалдырта беру керек қой бұндай нәрселерді маған ше. Аха. Давайте түсінер, бұл видеода тек біз халяваларды ашылады, мощный ақшы. Ешбір ойын болатқан жоқ бізде. Чисто по кайфу видео отыр. Осындай видеоға достар, енді лайк баспаса қапия ғырмын, мифический бізге. 100 білінгі достар. Керемет. Мен достар өзімнің основной аккаунтыма оралайын, бәріне қазір ашатын болсам, менімше миым шіріп кетеді. Не түскеннен миым шіріп кетеді, так что... достар, мен айтуымша, то есть айтайын сендерге естуімше айтқым келген. Ана дактың скинімізге бере салады дейді ғой, просто так. Сөйтіп есін енді. Нақменімді сен дейді қоққан, любимый боецмен. Айты Фрэнк тоқпақ, по прикол. Негізі әдемі скин болған деген қойдым. Любимый боецмен де, конечно, Фрэнк емес достар. Ал енді достар, бүгінгі видео ұнады деген ойдам. Бүгінгі видео ұнаса, обязательно арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Енді сендермен бүгін болған мен Жанасыл. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.